Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында өте дәмді болып шығатын донердің жасалу жолымен бөлісемін. Бізге керек заттар: лаваш, фри, кетчуп, майонез, тұз, салатный листья, қияр, қызанақ және колбаса керек болады. Алдымен барлық осылай заттарымызды жіңішкелеп, колбасамызды жіңішкелеп, соломка ретінде турап аламыз. Қыздар, бұл үй жағдайында жасағанға өте тиімді және ыңғайлы, көп уақыт алмайды. Окорочканың орнына ендігі кезекте осылай огурцымызды ұзыншалап, жіңішкелеп, барлығын соломка ретінде тураймыз. Қыздар, мен каналыма жазылып тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Міне, мен қызанағымды турап жатырмын. Қыздар, сіздерде егер салатный листья болмаса, оны қоспасаңыздар да болады. Мен өзіме салатный листья ұнағандықтан қосамын. Ол салатный листья бұл жерде міндетті емес қосу. Енді кезекте донерімізді жинаймыз. Алдымен осылай майонезімізді жіңішкелеп, кетчупымызды жіңішкелеп жағып шығамыз. Оның үстіне салатный листьямызды қоямыз. Одан соң осылай ұзыншалап фриді. Қыздар, сіздерге фридің жасалу жолын видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Осылай огурцымызды ұзыншалап, ендігі қызанағымызды ұзыншалап қойып шығамыз. Менде огурцы қызанақ свежий болғандықтан кішкене тұз септім. Колбасаны қойып, оның үстін тағы да осылай майонезбен, кетчуппен тағы да жағып шығамыз. Мен үстінен тағы да салатный листья қойдым. Лавашымыздың екі жағынан осылай бүктеп, домалақ етіп, донердің формасына келтіріп, орап аламыз. Осылайынан дәл осы жасағанымыз бойынша екінші донерімізді жасап шығамыз. Қыздар, сіздерге осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісемін. Осындай құрғақ қызып тұрған табаға донерімізді салып, үстінен осылай қатты басамыз. Онда қатты баспаймыз, бірақ енді аздап шамалы күш салып басамыз. Екінші бетін аударамыз. Арғы беті қызарғанда аударамыз. Қыздар, өзі сіздерге істеген кезде белгілі болады. Кішкене қытырлап, сөйтіп шығуы керек. Табамыз құрғақ болады, қыздар. Ешқандай май, еш нәрсе құймаймыз. Міне, менде дайын болды донерім. Ортасы өте керемет, күшті болып шықты, қыздар. Менде 5-тің шайына жасағанға өте жылдам әрі тез. Үй жағдайында өзім жасап жегенге өте тойымды, қыздар. Қыздар, осы рецепт бойынша менімен бірге жасап көріңіздер.